Арыс қаласына қарасты Монтайтас ауылдық округінде спорт сүйер қауым үшін көптен күткен қуанышты жаңалық болды. Ескі футбол алаңшасы толықтай жаңартылып, ауыл жастары мен спорт сүйер қауымға қолайлы жағдай жасалды. Жаңарту жұмыстары аясында алаңшаның төбесіне заманауи қоршаулар орнатылды. Сапалы жасанды газон төселді. Спорттық қауіпсіздік талаптарына сай барлық жағдай қарастырылды. Бұл жұмыстар ауыл жастарының спортпен шұғылдануына жаңа серпін беріп, бос уақыттарын тиімді өткізуіне жол ашпақ. Жаңартылған нысанды арнайы барып көрген Арыс қалалық мәслихат депутаты Махамбет Төлеубеков жасалған жұмыстардың сапасын бақылап, ауыл тұрғындарымен пікірлесті. Мини футбол алаңын Шердаус компаниясы өздері ұтып алып, қазіргі таңға жұмысын атқарып жатыр. Қадағалап беріп отырмыз. Бүгінгі бітіп жатыр барлық жағдайда. Қазір светін бәрін қояды. Кешке светтерін жаға, газондарын қойды, бәрін қойды. Ертең таңға вороталарын, сеткілерін қояды. Сонымен тапсырып кетеді. Біздің тірлігіміз осыны қадағалап отыру. Қала әкіміне рахмет, ақшасын бөлдіріп, уақытысында бүгінгі таңға Монтайтасқа осы мини футбол алаңшасы беріліп отыр. Арғы бетте де светті бүгін қосып отыр. Қанша ай свет жанбай еді, оған да қала әкімі кірісіп, өзі тікелей атсалысып, арғы беттің де Атамекеннің Жорабек көшесіндегі бүткіл светтер жанды бүгінгі таңға. Енді алдағы уақытта да басқа ойын алаңшалары, соларды қолға аламыз деп жатырмыз. Сол қазан айында ол да бітеді деп отыр. Қабылсай, Атамекен, Монтайтас елді мекендерінде. Ауыл тұрғындары мен жастар Арыс қаласының әкімі Қайсар Маңқараев пен депутатқа ризашылықтарын білдіріп, жаңа спорт алаңының ашылуы Монтайтас үшін үлкен қуаныш екенін жеткізді. Жұмайым Абызбай, Дінмұхамед Әли, Әділ, Арт ТВ жаңалықтары.